Сізге дайындаған 50 және 1 сұрағым бар. Шарты барынша шынайы әрі тез жауап беру. Бастаймыз ба? Бастайық. Күніңіз жоспарлана ма, әлде өмір ағымымен жүресіз бе? Жоспарланады. Келесі жылы дәл осы күнде не істеймін деп ойлайсыз? Физиканы оқып отырмын. Байлық немесе атақ? Атақ. Классикалық киім немесе спорттық киім? Әрине спорт киім. Егер физика пәнінің мұғалімі болмағанда кім болар едіңіз? Қайрат спорт клубының жанкүйері немесе футбол ойыншысы болатын. Қалай ойлайсыз, сіз керемет ұстасыз ба? Білмедім. Болашақта қандай тілді меңгергіңіз келеді? Француз және испан тілі. Алғашқы табысыңызды неше жасыңызда таптыңыз? 8-ші сыныпта. Тарас, сіздің жүрегіңізде ме? Әрине. Ұялы телефоныңыздағы ең соңғы қоңырау кімнен келді? Қазір көрейін. Қасымдағы досым Батыр деген досымнан келген екен. Инстаграм әлде WhatsApp? Инстаграм. Қай атақты тұлғамен селфи жасар едіңіз? Стивен Джобс. Егер сізді Қайрат құрама командасына шақырса, барлығын тастап футболист болуға дайынсыз ба? 100%. Қиялыңыздағы ең керемет күн? Білмеймін, айта алмаймын осындай кезде. Осы сұраққа. Ең үлкен қорқынышыңыз? Өлім. Кек сақтап көрдіңіз бе? Әрине. Тамақты алғайсыз ба? Әрине. Гитарада ойнауды қайдан үйрендіңіз? YouTube'дан. Ең соңғы шырқаған әніңіз? Бес аспаппас. Көңіл күйіңіз болмағанда қандай әуен тыңдайсыз? Меломан, түрлі әуендер. Қазақстанда сіз мойындайтын үш әнші? Қайрат Нұртас, Төреғали Төреәлі және де Қайрат Нүтеков. Өткенге оралсақ, қандай физикалық заңды ашар едіңіз? Әлемнің сырын бүкіл әлем татылсан. Бақытты болудың формуласы қандай деп ойлайсыз? Формуласы жоқ. Кумиріңіз кім? Кумирім қандай да бір кумир жоқ. Әрбір адамнан әртүрлі нәрсе алуды жоспарлаймын. Феминизм деп жатады. Еркек пен әйелдің теңдігіне қалай қарайсыз? Дұрыс қарай алмаймын, себебі еркек әрқашан бір саты жоғары тұру қажет. Шабытты неден аласыз? Шабытты мен істей алмайтын нәрсені басқа адам істеген кезде содан аламын. Театр әлде кино? Кино. Ең сүйікті цитатаңыз? 1000 приемды үйрену қажет емес, бір приемды 1000 рет үйрену ең жаман нәрсе. 13 жасар Бауыржан ағайдың арманы? Шетелге шығу. Жоспарлаймын. Феминизм деп жатады. Еркек пен әйелдің теңдігіне қалай қарайсыз? Дұрыс қарай алмаймын, себебі еркек әрқашан бір саты жоғары тұру қажет. Шабытты неден аласыз? Шабытты мен істей алмайтын нәрсені басқа адам істеген кезде содан аламын. Театр әлде кино? Кино. Мектеп кезінде ұмытқыңыз келетін оқиға? Бір апайды жылатқан кезім. Өзіңізді қаншалықты жақсы көресіз? Өтірік айтпаймын, 50%. 30 минутта өзгеге нені үйрете аласыз? Гитара тартуды. Сүйікті түсіңіз? Жасыл. Үнемі жаныңызда жүретін 3 сағат? Ұялы телефон, кілт және де портмоне. Қазіргі таңда сізді қатты ойландыратын бір сауал. Сұрақ неге? Анаңыз немесе апаңыз сізді қалай еркелетеді? Баукатай. Адамды алғаш көргенде неге мән бересіз? Түріне және қылығына. Жақын адамдарыңыздан көргіңіз келетін 3 қасиет? Адамгершілік, шыншылдық және мейірімділік шығар. Нені жасауға батылыңыз жетпейді? Қыздыруға. Үй шаруасына араласасыз ба? Әрине. Көп армандайсыз ба, әлде көп жұмыс жасайсыз ба? 50-50. Қайта-қайта көргіңіз келетін фильм? Ужастик звонок деген. Фильм әлде сериал? Фильм. Қай отандық фильмге түсер едіңіз? Отандық фильмге түспес едім. ұбт тапсырғанда алғашқы ойыңызға не келді? Ата-анамның үмітін ақтау. Нешінші сұраққа жауап беріп тұрмын деп ойлайсыз? Білмедім. Ал енді ең соңғы сұрақ болсын, ұбт тапсыратын түлектерге айтар кеңесіңіз? Оқыңдар, өздерінің қалаған балдарыңды алып шығыңдар.